Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Ертеде Айдаһар аңдардың патшасы болыпты. Айлар өтеді, жылдар өтеді. Айдаһар қартаяды. Кәрі Айдаһар ауырып қалады. Түлкі Айдаһарды тексеріп былай дейді: егер де патшамыз сәбидің қанын ішсе, тез жазылады. Айдаһар Масаны шақырып, жас сәбидің қанын әкелуге жұмсайды. Маса дереу жас сәбиді іздеуге кетеді. Маса бесікте жатқан сәбиді көріп барып шағып алады. Сәби шыр етіп жылайды. Анасы сәбиге қарай жүгіреді. Сәбидің даусын естіген қарлығаш дереу ішіп келіп Масаны қуалайды. Масадағы қанды төкпек болып, Айдаһардың апанына дейін қуып келеді. Қарлығаш қанатымен қағып, қанды төгіп жібереді. Айдаһар ашуланып қарлығаштың құйрығын тістеп алады. Қарлығаштың құйрығы айыр болып қалады. Сол заманнан бастап қарлығаш адамдардың досы болып саналады.